لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وما بعد. Bugün inşallah bizler bavurlar al-mumti' fi şarh al-ajurumiyya degan kitapты бастаймыз. Яғни ajurumiyya араб тіліндегі грамматикаға қатысты кітапты бастайтын боламыз. Осы біз алатын шарх, бұның шархтың иесі Малик ибн Салим ибн Матар ал-Махдари деген кісі. Неге бұл кітап таңдадық? Себебі бұл кітаптың ішінде тапсырмалары бар және де жүйеленген кітап. Және де бұл кітапқа тақдим, яғни кіріспе жазған ғұлама ғалымдардың бірі Муқбил ибн Хади ал-Вади'i. Иншалла бүгін осы кітапты бастайтын боламыз. Бізде бауырлар бірінші тақырып ta'riful kalam. Бізде калам дегенді сөйлем деп алсақ болады. Ta'riful kalam, ta'rif деген бізде анықтама. Сөйлемнің анықтамасы. Qala al-musannif, musannif деген яғни кітаптың авторы. Qala деген айтты. Qala al-musannif рахимахуллах. Міндетті түрде бұл кітапты бастау үшін жоқ дегенде сіздің араб тілінен кішкене хабарыңыз болуы қажет. Мысалға, Байнеректің 2 кітабын бітірген сияқты, немесе Алибана кітабын 1-2 кітаптарын бітірген сияқты, немесе медицина курсының 2 томын бітірген сияқты сіздің дәрежеңіз болса, осы al-mumti' fi sharh al-ajurumiyya бұл сол студенттерге, яғни араб тілін үйренуші болған және бірнеше кітаптарды өткен студенттерге өте ыңғайлы дәріс болып саналады. Ал егер сізде араб тілінен ешқандай ақпарат болмайтын болса, бұл кітапты сізге бастамауға кеңес беремін. Себебі бұл өте қиындыққа түседі араб тілін білмеген адам үшін. Сондықтан бұл наху бабында өте керемет кітап, яғни грамматика бабында өте керемет кітап, бірақ та сіздің өзіңіздің негізіңіз болу керек араб тілінде. Ta'riful kalam, сөйлемнің анықтамасы. Qala al-musannif rahimahullah, яғни ajurumiyya кітабының өзінің авторы бар, және бізде осы ajurumiyya деген кітапқа шарх, түсініктеме жазған кісі бар. Оны мана не дәрістің басында айтып кеттік. Енді qala al-musannif деп айтатын болса, бұл ajurumiyyaның өзінің авторын айтып жатыр, шарх емес. Түсінді ма? Енді айтады ол кісі, al-kalam, сөйлем дегеніміз huwa-al-lafz, біріншіден, ол лафыз, al-murakkab, екіншісі. Лафыз деген яғни сөз айтылған, ауыздан шығатын сөз. Мураккаб деген яғни құрастырылған, 2 немесе одан көп сөзден. Al-mufid, яғни пайдалы деген мағына. Bil-wad'i, бұл 4-ші шарты. Осы жерде бауырлар қараймыз, калам, бізде сөйлемнің 4 шарты бар. Біріншісі ол лафыз болу керек, екіншісі мураккаб болу керек, үшіншісі муфид болу керек, 4-шісі bil-wad'i болу керек. Бұл не мағына? Лафыз деген не, мураккаб деген не, муфид деген не, bil-wad' деген не? Енді қараймыз бауырлар, аш-шарх, енді түсініктемесі. Түсініктемеде айтады, бада al-musannif rahimahullah bi ta'rifil kalam. Кітаптың авторы, ajurumiyyaның авторы, сөйлемнің анықтамасымен бастады деп жатыр. Бада деген бастады. Li'anna an-nahwa, себебі наху ілімі li-iqamatil kalam. Li-iqamatil kalam яғни сөйлеу үшін. Адам қатесіз, түсінікті тілде сөйлеу үшін. Наху деген бізде не? Грамматика. Сол себепті, яғни біз грамматиканы өтеміз не үшін? Сөзіміздің дұрысталу үшін, сөзіміздің ретті және тыңдалған кезде түсінікті болу үшін. Сондықтан біз грамматика кітабын бастап тұрған кезде міндетті түрде неден бастап жатыр? Автор сөзсіз сөйлемнен бастап жатыр. Енді фақала айтты деп жатыр, al-kalam huwa-al-lafz, біріншісі лафыз, яғни сөз, al-murakkab құрастырылған, al-mufid пайдалы, bil-wad' яғни не? Арабша. 4 шарты бар. Фалабудда ан яжтами'a, фалабудда деген міндетті түрде ан яжтами'a фил-kalam, яғни сөйлемде жиналу керек міндетті түрде. Арбаату умурин, 4 нәрсе жиналу керек. Яғни жаңа біз айттық, сөйлем деген нәрсе, оның 4 шарты бар. Осы 4 шартының біреуі кетіп қалатын болса, ол сөйлем болмайды, үзілді кесілді. Енді манағы 4 шартты айттық. Лафыз дедік, мураккаб дедік, муфид дедік, bil-wad'i деп айттық. Енді лафыз деген не, мураккаб деген не, муфид деген не, bil-wad' деген не? Мағынасы не оның? Енді бауырлар не мағынасын түсіндіріп жатыр. Біріншісі шарты. Айякуна лафзан, яғни ол лафыз болу керек. Лафыз деген бізде не? Сөз, немесе дауыс деп айтайық. Адамның аузынан шығатын жалпы дауыстар, сөздер.
Әй саутан деп атыр. Яғни саут болу керек, дауыс болу керек ол міндетті түрде. Яғни бір адам үндемесе, ишарамен білдіреді. Ол ишаратпен білдірсе, мысалға мұғалім сабақ беріп жатыр, кейін бір шәкірт қолын көтеріп шығуға рұқсат сұрады. Осы кезде мұғалім басын изесе, ол не болмайды, лафыз болмайды. Себебі ол жерде ишара. Ол жерде бірақ не? Ол адамға шығуына рұқсат беріп тұр. Ол ишарада түсінікті. Бірақ ол жерде дауыс болмағаннан кейін ол бізде не? Лафыз болмайды. Әй саутан, осы жерде міндетті түрде дауыс болу керек. Адамның аузынан шығатын. Муштамилан аля бa'дил хуруфил хижаия. Яғни не? Хижаия. Яғни хижаия деген алиф, ба, та, са, соған ұқсаған әріптер, я? Осындай әріптерді қамтыған, муштамил дегенді қамтыған, сондай әріптерді қамтыған дауыс болу керек. Ол арабша болуы мүмкін, ол ағылшын тілінде болуы мүмкін, орыс тілінде болуы, қазақ тілінде болуы ықтимал. Бұл бізде лафыз деген нәрсе. Кейінгі екінші шарты айякуна мураккабан, міндетті түрде құрастырылған болу керек. Яғни құрастырылған деген не мағына десе, әй, яғни деп жатыр, муаллафан min калиматайн, яғни екі сөзден, ау аксар немесе, ау деген немесе, екі немесе одан көп сөзден құралған болу керек. Мураккаб деген мағынасы сол. Ал бір сөзден құралса, ол не бізде кәлам болмайды. Бірақ ол жерде жасырын нәрсе болуы мүмкін, оны алдағы уақытта айтамыз. Бұл жерде жалпылама айтқан кезде, егер бір сөз болатын болса, ол кәлам болмайды. Ал ол не? Міндетті түрде кәлам болу үшін оның екі немесе одан да көп сөзден құралу керек. Үшінші шарты айякуна муфидан. Муфид деген пайдалы болу керек. Яғни сөйлем пайдалы болу ол қалай десе, ай яхсуну сукутул мутакаллими алейхи. Яғни қысқаша айтқан кезде сіз бір сөзді айттыңыз, сол сәтте сізді тыңдаушы адам сіздің сөзіңізді толыққанды түсіну керек. Мағынасын түсіну керек, я? Егер сіздің айтқан сөзіңіздің мағынасын түсінбейтін болса, ол не? Муфид болмайды, пайдалы болмайды. Мысалға, сіз айттыңыз, егер Мұхаммад келсе дедіңіз. Мысалға арабша айтайық. Иза жаа Мұхаммад. Мұхаммад келсе дедіңіз, үндемей қалдыңыз. Сізді тыңдап тұрған адам ол не? Ойланып қалады. Жарайды, Мұхаммад келсе не болады деп сізге сұрақ қояды. Не үшін? Себебі сіздің сөзіңіз түсініксіз болып тұр. Осы орайда бізде кәламның үшінші шарты ол міндетті түрде түсінікті тілде болуы керек. Төртінші шарты айякуна бил вад'ил араби. Вад'а деген бізде не? Арабша деген мағына. Бил вад'ил араби, менше араби деген тоқасқан. Кәламның төртінші шарты ол міндетті түрде араб тілінде болу керек. Яғни бізде қазақ тілінде немесе ағылшын тілінде бізде арабша болмаса да бізде ол сөйлем деп аталады. Бірақ та араб тілінде егер ол басқа тілде болатын болса, олар кәламға, сөйлемге жатқызбайды. Бұлардың арабтардағы сөйлемнің демек шарты не? Шарттарының бірі айякуна бил вад'ил араби. Міндетті түрде не ол? Араб тілінде болуы қажет. Ай минал каламил араб, яғни арабтардың сөзінен болу керек. Мысалмен көрейік енді. Наху қаулик, мысалға ал-илму нафиун, білім пайдалы. Енді осы жерде шарттарға қарайық. Бірінші лафыз ба, яғни дауыс ба? Әріптерді құрайтын, я, ал-илму нафи, білім пайдалы. Екінші шарты мураккаб ба, екі сөзден құралады ма? Міне бірінші сөз, екінші сөз. Я, дұрыс. Үшінші шарты муфид, ол пайдалы ма? Яғни сіз сол сөзді, сөйлемді естіген уақытта сіз түсінесіз ба? Ал-илму нафи, білім пайдалы деген кезде, сөзсіз ол түсінікті сөйлем. Төртіншісі араб тілінде болып тұр. Ал-илму нафиун деп. Демек не? Төрт шарт жиналды. Демек бұл не? Кәлам болады. Немесе Құранда мысалдар келтірейік. Ва калламаллаху Муса таклима. Ва калламаллаху, яғни Аллах Тағала сөйлесті Мусамен сөйлесу арқылы. Немесе Наби саллаллаху алейхи вассаламның хадисі иннамал а'малу бинният. Расында амалдар ниетке ғана байланысты болады деген хадис. Осы жерде не? Лафыз болды ма? Лафыз болды. Яғни дауыс болды. Мураккаб, яғни бірінші сөзден құралып ма? Үш сөзден құралып тұр, я? Одан кейін муфид ба? Яғни естіген кезде сізге түсінікті болды ма? Түсінікті болды. Және араб тілінде ма? Я, араб тілінде. Міне мен жерде шарх жасаушы, түсініктеме жасаушы кісі айтып жатыр. Факуллун мин хазихил джумал. Осы сөйлемдердің барлығы каламун нахвиюн. Яғни грамматикалық не? Калам, сөйлем деп жатыр. Не үшін? Литаваффури шурутил мутақаддимати фиха. Мана өзінің алдындағы төрт шартты қамтыған үшін бұл бізде не? Грамматикалық сөйлем болады деп жатыр. Яғни ол не? Ол лафыз, ат-таркиб, яғни құрастырылу, екі сөзден немесе көп, ифада, яғни пайдалы болу, бил вад'ил араби, және араб тілінде болуы. Бізде әл-Аджурмияның бірінші сабағы осы бауырлар. Мен жерде астындағы сөздер аса маңызды емес, ол жерде не?
яғни бұл жерде алынған мәліматтардың сілтемесі болып тұр. Кейін бізде бауырлар тапсырмалар. Осы тапсырмаларды міндетті түрде орындайсыздар. Тапсырмаларды түсіндіріп жүремін. Кейін екінші сабақтың басында сіздерге осы тапсырманың жауаптарын айтатын боламын. Тәмәрину тапсырмалар. Жекеше түрі тәмрин болады. Тәмрин болады. Бірінші тапсырма бауырлар, ба аламата сах, яғни мына дұрыс галочканы қой деп жатыр. Амамал каламин нахви. Яғни грамматикалық сөйлемі дұрыс болған сөйлемнің алдына қой. Ва аламатул хата, мына қате белгіні қой дейді. Амама гайрихи, яғни қарама-қайшы, яғни дұрыс емес сөйлем болған сөйлемнің алдына қой деп жатыр. Ма баяни сабаб. Енді осы жерде сен себепті айту керексің. Яғни бір сөйлем келді, ол не үшін кәлам болмай қалды. Мысалы бірісінде әл-китабу. Енді бұл кәлам ба? Сұрақ. Мына жеріне кәлам емес. X қоямыз. Неге? Ма баяни сабаб. Себепті баянда деді. Себебін жазасың жерге. Лианнаху гайру мураккаб. Себебі бір ғана сөз. Бізде не? Мана айттық. Екінші шарты мураккаб болу керек. Яғни екі сөзден немесе одан да көп сөзден құралған болу керек. Осы жерде гайру мураккаб. Яғни не? Бірнеше сөздерден құралмаған. Сондықтан себебі осы. Кәлам емес. Иза бада дарсу. Осыны al-mustashāru mu'taman. Яғни иза бада дарсу. Егер сабақ басталса, al-mustashāru mu'taman. Яғни ақылдасатын адам ол не? Сенімді адам болуы керек деген. Бұл бірінші тапсырма. Екінші тапсырма, ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام نحوي مركب من كلمتين. Яғни мен жерде сіздерге бір сөз берілген, осы бір сөзге сіз екінші сөз қосып кәлам шығаруыңыз керек. Мысалы зайд. Мысалы зайд деген ынталы, зайд сырқат, зайд шығып кетті. Осыған ұқсаған сөйлемді құрастыруыңыз керек болады. Үшінші тапсырма, ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام نحوي مركب من أكثر من كلمتين. Мен жерде сол мәселе. Яғни мен жерде сізге бір сөз берілген, осы сөзге не істеу керек? Басқа сөздерді қосып сөйлем құрастыруыңыз керек болады. Иншалла осыны екінші сабақтың басында жауаптарын айтатын боламын. Аллаху а'ла a'lam.